Көлік министрі Солтүстік Қазақстан облысында өңір тұрғындарымен кездесіп, азаматтарды жеке қабылдады. Жиынға автомобиль жолдары, темір жол және су көлігі, азаматтық авиация, автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеттерінің, Қазавтожол ұлттық компаниясы, жол активтері сапасының ұлттық орталығының басшылары қатысты. Ашық форматта өткен кездесу барысында жол көлік саласына қатысты мәселелер көтерілді. Марат Қарабаев, Солтүстік Қазақстан облысы министрдің өңірлер бойынша жұмыс сапарларының ішінде 17-ші облыс екенін атап өтті. Бүгін жалпы оңтүстік осы солтүстік өңіріне жасаған сапарымыз барысында министрліктің әр тиісті мамандарының, әрбір тиісті ведомствоның басшыларымен бірге келдік. Ол көлік саласында тиісті жаңа жол құрылыс саласы, авиация саласы, одан басқа темір жол саласы, тағы да көлікті бақылау саласы. Енді халықпен мен өзім ойлап едім, көп көтеретін мәселе бұл Талган мәселесі болатын шығар деп, бірақ оны көтерген жоқ. Дегенмен мен оған қосымша жауап берейін. Осында негізі өңірде қызыл талқыланды, яғни Талганның жолаушылар Талган тасымалдауын тоқтатылған жайлы. Ол бойынша біз осы ертеңнен бастап, 15-ші желтоқсан бастап, Астана-Алматы аралығында Талга пойыз жүретін болады. Ал келесі жылдан бастап, Астана мен Петропавл арасында, ал келесі жылдан бастап ол пойыз жаңағыдай Алматы мен Петропавл арасында жүретін болады. Ол жақтағы басты мәселе, ол пойыз жұмыс жасап тұрған, бірақ оның жүктелуі небәрі 13% болған, яғни экономикалық жағынан тиімді болмаған. Бірақ енді соны халықтың сұрауынан соң мемлекет тарапынан субсидиялап, келесі жыл субсидияның есебінен Алматы мен Петропавл арасында Талганың жүрісін қамтамасыз етеміз деген ойымыз бар. Ол бірінші. Екінші, авиация саласында сұранған мәселе ол болды. Түркістанға ұшатын ұшақтарды тағы да басынан қайта жаңартсақ деген. Бірақ ол солар тек қана жазғы уақытта, яғни оқушылардың каникул уақытында сол жаққа бару мүмкіндігін қарастырсақ деген, оған көнеміз. Жазғы уақытқа алдағы 3 жылға сондай қосымша рейс жасауға тырысамыз. Ал енді облыста ең көп сұрап отырған мәселе ол мына Петропавл қаласының айналма жолы, және соның шеңберінде қазіргі көпірді күрделі жөндеуден өткізу. Ол жақта біздің жобамыз біраз ескірген. Жобаны қайта жаңарту жұмыстарын осы жыл бастаймыз, яғни жылдың басында, 24-нің басында бастаймыз, және құрылыс жұмыстарын өзіміздің жоспар бойынша көпірдің құрылысын 25-ші жыл бастаймыз. Яғни көпірдің қайта жаңарту жұмысын 25-ші жыл бастаймыз. Сонда қаланың жаңағыдай айналма жолы да толығымен 25-ші жыл құрылыс басталатын болады. Сонымен қатар Петропавлда және аудандарда автобус тасымалы, жеке жолаушылар тасымалын дамыту, автобус жүргізушілерінің тапшылығына қатысты мәселені шешуге ықпал ететін Д санатындағы жүргізуші куәлігін алу талаптарын жеңілдету бойынша кәсіпкерлердің бастамасы талқыланды. Жергілікті тұрғындармен кездесуден кейін көлік министрлігінің басшысы Солтүстік Қазақстан облысының негізгі көлік инфрақұрылымы объектілерінің, атап айтқанда Петропавл қаласындағы темір жол вокзалының, облыс орталығының автовокзалының және Қызылжар халықаралық әуежайының жұмысымен танысады.